'em with kindness, kill 'em with kindness, kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Сәлем достар, сенімен бірге мен Шұғаш, мен бүгін сіздерге лайфхактарды көрсететін болам. Бұл лайфхактар әсіресе қыздарға керек болады, сондықтан қыздар, құлақтарың алтын сырға. Менің каналыма және менің әлеуметтік желілеріме жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ал бірінші лайфхак, егер сіз стрелканы дұрыс саламайтын болсаңыз, осы лайфхак сізге керек болады. Бізге бар болғаны карточка керек болады. Бұл карточкамен біз күшті стрелка сала алатын боламыз. Ол үшін бізге подводка керек. Міне бізде осындай стрелка. Сіз осылай қайталап көріңіз, сіздікі міндетті түрде шығады деген ойда. Бұл лайфхак макияжды жақсы көретін адамдарға арналған. Сіз егер мұрныңыздың контурингін дұрыс жасай алмайтын болсаңыз, осымен қолданыңыздар. Ол үшін бар болған бізге вилка және контуринг арналған сіздің құралдарыңыз және кисточка керек болады. Вилканы алып, шанышқаны алып, былай мұрныңыздың үстіне қоясыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 3 бөлінген. Мұна ең ортасына біз ақ. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай шығады. Енді осыны толықтырамыз. Оның контурингін жасауға болады. Егер сіздің сепкен парфюміңіздің иісі көпке дейін жетсін десеңіз, онда осы лайфхакпен қолданыңыз. Бар болғаны сіз жағатын жеріңізге духиді сеппес бұрын вазелин жауып қойыңыз. Сүйіп қойыңыз, содан кейін духиді алып, вазелин сепкен жердің үстіне стрелкаңызды немен жуарыңызды білмесеңіз, сіз ойлаймын, сіз кейбір кездерде осындай мицеллярная вода немесе макияж кетіруге арналған осындай құралдармен, заттармен жуып жүрсеңіз, бұл жусаңыз болады. Бірақ бұлардан да ең жақсысы, күштірегі, сіз бет жуғышыңыз, мысалы Тони Моллидің, мысалы әртүрлі бет жуғышыңыз немесе жаңағы бет жуатын пенкалармен осы кисточкаңызды жусаңыз, сіздің кисточкаңыз жаңа сияқты керемет болады. Келесі лайфхак менің ең жақсы көретін лайфхактарымның бірі. Бұл лайфхак шашпен байланысты болады. Бірнеше минуттың ішінде өте әдемі прическа дайындауға болады. Ол үшін шашыңызды жаясыз, жақсылап тарап болған соң екіге бөлесіз осылай. Содан кейін осы бір-бірден алып, кәдімгідей алдыңыздан өресіз, алдыңыздан. Міне осындай әдемі біздің прическамыз бітті. Жоқ, қалжыңдаймын. Енді осы өргенімізді артқа қарай құрылап әдемі шығатын болады. Бұл прическа өте оңай және әрі тез. Маған бұл лайфхак өте қатты ұнады. Сізге ше, менің бүгінгі көрсеткен лайфхактарым сізге ұнаса, онда лайк басып комментарийге менің қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, сол туралы жазсаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Шұғла, сау болыңдар!